Мен бауырсақ жасап жатырмын. Мына бауырсақ біздің қазақтың ұлттық тағамы. Бауырсақты қазақтар пісіреді, бәрі жейді. Бұған не қосады? Софи бауырсаққа сүт қосады, нан аштығы қосады, су қосады, май қосады, сөйтіп бауырсақты илейді. Содан кейін бұны пісіреді. Сөйтіп пісіріп, бәрі бала шағасымен жейді. Бұны қазақтар мейрамда дастарханға қояды. Мейрамда, қонақ шақырғанда дастарханға қояды. Бұл қазақтың ұлттық тағамының бірі. Болды, мен қазір бауырсақты кесемін. Сен апарып мамаңа бересің. Мамаң пісіреді, содан кейін бәріміз отырып жейміз. Бауырсақты көрдің бе? Қазір мен берем тақтайға салып, мамаңа апара қой. Мамаң пісіреді. Содан кейін сен бүйтіп мынаған сал. Әдемілеп бүйтіп шетіне сал. Мен бүйтіп саған берем, аха. Содан кейін мамаң пісіреді. Қызым соған салып, мамаңа апар, мамаң пісірсін. Содан кейін жейміз бәріміз. Осыны пісіріп, бәріміз шәй ішейік. Ал міне біздің ыстық бауырсағымыз да пісіп қалды. Енді шәй ішейік дәмді бауырсақпен. Ой, Софи, мамаң бауырсақ пісіріп алып кепті. Кел, жеп дәмін көрсің, София. Бауырсақ сен көмектескеннен кейін дәмді болған. Сен білесің бе, біздің қазақта домбыра деген аспап бар. Сол домбыра тартып өлең айтқан бұрында біздің қазақтар. Қазір де бәрі домбыраны алып, ән шырқап тартып, неше түрлі жарыстарға барады. Қанеке, сен де домбыраңды алып бір ән шырқап бересің бе? София, сен білесің бе, біздің қазақтың ұлттық аспабы домбыра деген болған. Ол аспаппен осындай үлкен мейрамдарда ән шырқап, күй тартып, бәріне қызық думан болған. Ал бүгін енді біз де бір ән айтып берейікші, осындай керемет дастарханда отырып, жарай ма? Туған жер туралы ән айтамыз ба? Баяу гүлге толадың, әттәмәжін толадың, мен ауылды сүймін. Мен ауылды сүймін. Көшегайда толадың, мамам толадың, мен қаланы сүймін. Мен қаланы сүймін. Атайма-жер мекені, папа мама мекені, туған жерді сүймін. Туған жерді сүймін. Туған жерді сүймін. Ой, жарайсың қызым, біздің София үлкен